Сәлем барлықтарыңызға. Үй жағдайында өте дәмді жасалатын донердің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен бізге керегі қияр, қызанақ, сәбіз, тауықтың еті, дәміне қарай кетчуп, майонез, картоп және де осындай лаваш керек. Сақтау мерзіміне назар аударыңыздар, бұл өте маңызды рөл атқарады. Орау барысында қиындық туғызбау үшін. Ең алдымен тауықтың етін осылай ұзыннан турап шығамыз. Картоптарымызды да ұзыннан турап аламыз. Қызып тұрған табамызға кішкене ғана майды құйып, алдымен тауықтың етін жақсылап пісіріп аламыз. Дәміне қарай кішкене ғана тұз қосамыз. 20 минуттай қуырып аламыз. Бұл тауықтың еті өте тез піседі. Одан соң терканың көмегімен сәбіздерімізді өткізіп аламыз. Немесе дайын морковча салатын қолдансаңыздар да болады. Ал қиярларымызды дәл осылай ұзыннан тураймыз. Қызанағымызды да ұзыннан турап аламыз. Енді картоптарымызды қуырып аламыз. Қызып тұрған табамызға майымызды құйып, картоптарымыз қызарғанша жақсылап екі жағын осылай араластырып отырып қуырып аламыз. Ішіндегі салмасын барлығын дайындап қойдық. Енді біздің лавашымызға жинаймыз. Ең алдымен кетчуп майонезімізді салып, жақсылап араластырамыз. Одан соң салмасын біртіндеп тұрып салып шығамыз. Көп салып қоймаңыздар. Егер көп салып қойсаңыздар, орау барысында қиындық туғызады. Мендегі бұл дайындаған донер 2 адамға арналған. Егер олардың салмасы барлығын енді өздеріңіздің қалауларыңызша салсаңыздар болады, көз мөлшерлеп. Барлығын осылай салып, одан соң жақсылап орап шығамыз. Мендегі лаваш дүкенге бір күн алдын алып келген екен, сол үшін менде орау барысы қиындық туғызды. Сақтау мерзіміне шығарылған күніне аса назар аударыңыздар. Қай күні шығарылды, біздің донерімізді де дәл сол күні жасау керек. Болмаса, осы орау барысында жыртылып кетеді. Енді екеуін де дайындап қойдық. Енді табамызды тағы да қыздырып, ешқандай май құймай біздің донерімізді екі жағын қызартып аламыз. Мінеке достар, біздің үй жағдайында донеріміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Сырттан сатып алмай, өздеріңіз балаларыңызға үй жағдайында дайындап беріңіздер. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы. Видеом ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, осы видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен қоштаспаймын. Келесі видео рецептте кездескенше астарыңыз дәмді болсын.